Там, короче, дальше сразу. Фамина суннати люзуму джамаа. Фаман рагиба гайра джамаати ва фаракаха факада халяа рибакат аль-ислами мин унуки ва кана даллян мудалля. И говорит, что? Является сунной придерживаться джамаа. Отдаляется от него, от джамаа, да? Снял петлю ислама со своей шеи и является заблудшим и вводящим в заблуждение. Вот первое, то, что мы сказали, это что? То есть, если человек, который придерживается ислама, он должен что? Придерживаться сунны. И тот, кто говорит, что он придерживается сунны, он что? Он должен, как мусульманин должен придерживаться сунны, в общем, короче. Одно без другого, говорит, не может существовать. А вот второй, как второй этот абзац этого шарха, этой книги, вот, то, что является из сунны придерживаться джамаа. А тот, кто не желает джамаа, отдаляется от него. Снял петлю ислама со своей шеи, является заблудшим. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Иршаду Сари фи шарх сунна лил Барбахари. Шарх сунна Барбахаридің кітабы. Алдында айтып жүргеніміз Аман Джамин деп қателесіп айтып жүрмін, не Ахмад Наджмидің кітабы шарх. Ахмад Наджми шархтайды. Имам Барбахаридің несін шарх сунна деген кітабын. Соның шархы. Алдында өттік мәтін, алдында өткен бір құсат мәтін, ол не дедік? Тасун лази тубна алейхи джамаа. Алдында жамағат деп айттық қой, жамағаттың құралатын негіз ол не деген кезде Хум асхаб Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям радиаллаху анхум аджмаин. Олар, я, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның несі дедік? Сахабалар дедік, я. Хум ахлус сунна вал джамаа. Ахлус сунна вал джамаа деп соларды айтылады. فَمَنْ لَمْ يَخُزْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ. Кім олардан алмаса дінді, ендеше адаса және бидат болады. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهُ فِي النَّارِ. Барлық бидағатшылық ол адасушылық, және адасушылықтың иелері барлығы не болады? Тозақта дейді. То есть біз осы мәселеде нені айттық? Умар ибн Хаттабтың сөзін тоже келтіреді деді. لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي ضَلَالَةٍ رَكِبَهَا حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. Кім-де-кім бір адасушылықты тура жол деп ұстанып жүрсе, немесе тура жолды адасушылық деп тастап қойса, оған ешқандай үзір жоқ дейді. Фақат байинатул умур, барлық нәрселер баяндалған, дәлел қойылған. وانقطع العذر عذر тоқтаған бұл жерде. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. Өйткені осы яғни сүннет және жамаа сахабаларда осы діннің істерінің барлығын үкімін беріп кеткен. وتبين للناس және адамдарға түсіндіріп кеткен. فعلى الناس الاتباع. Адамдарға тек қана не деді? Еру ғана қалды дедік. То есть уже нету оправдания ни у кого деген сөзді айтты. Бұл нәрсе, яғни жалпы хүкім осындай. То есть адамдарда уже оправдание жоқ. Не үшін оправдание жоқ? Іздемегендеріне оправдание жоқ. Егер іздесе, ол нәрсе ақиқатында бар деген сөзді айтты. Оған көп дәлелдерді келтірді, сондай не болды. Енді бүгінгі мәтіні, келесі мәтін, имам ад-Барбахари айтады: «И'лам рахимакаллах анна дина иннама жа мин қибалиллахи табарака ва та'ала лам юда аля уқулил риджал» дейді. Біл дейді, Аллах сені мейіріміне алсын. Анна дина иннама жа мин қибалиллах. Дін бізге Алла тарапынан келген дейді. Алладан келген, то есть дін Алладан келген. Оны Алла Тағала бізге не? Лам юда аля уқулир риджал. Адамдардың ақылына
салып қойған жоқ, дінді ақылмен білесің деп айтып қойған жоқ. Немесе уа араихим, немесе олардың пікірлеріне, уа илмихим индаллах, яғни Алланың алдындағы бір білімдеріне салып қойған жоқ дінді. Уа инда расулих, немесе яғни пайғамбардың жанында олардың білімділеріне салып қойған жоқ дейді. Фала таттабу шайан бихавак. Еш нәрсеге өзінің не қалауымен ерме дейді. Фатамрақа минаддин, егер олай еретін болсаң, діннен шығып кетесің. Ватахруджу минал ислам, яғни исламнан шығып кетесің дейді. Солай ететін болсаң. Файнаху ла худжата лака. Өйткені бұл нәрсеге, яғни ақылмен істеуге ешқандай не дейді, дәлел жоқ, худжат жоқ. Фақад байяна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям лумматихи ас-сунната ва аллахаха ли асхабихи. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің үмметіне сүннетін түсіндіріп кетті, және өзінің сахабаларына барлығын не анықтап түсіндіріп кетті. Уахумул жамаа, мына жерде де айтып жатыр. Уахум жамаа, сол жамағат, солар деп жатыр. Сахабаларды айтып жатыр. Уахумус сауадул а'зам, яғни большинство деген нәрселер сол сахабалар туралы айтып жатыр. Сауадул а'зам деп сұрақ қойылды ғой өткенде тоже, да? Кім сауадул а'зам деп айтады, соған еріндер деп айтып жатырмыз ғой. Сауадул а'зам кім деген кезде ол сахабалар. Сауадул а'зам деген Вассауадул а'зам ал-хаққу ва ахлуху. И сол жаңағыдай үлкен тайпа ол әрдайым ақиқат және соны ұстанушылар. Вассауадул а'зам деп есептейді. Фаман халафа асхаба Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям шайин мин гайри амри дини фақад кафар. Кімде кім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларына бір дін мәселесінде ермейтін болса дейді, фақад кафар, яғни діннен күпірлікке барады дейді. То есть бұл это матын, да? Енді матынды Ахмад Назми неше шарықтайды. Ермесе не болады? Фақад кафар, кәпір болады. Күпірлік келтіреді. Енді бұл шарықтайды. فتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله مثل هذا يحمل على واحد من ثلاثة أمور. عند алдында да осындай нәрселерді келтіріп жатыр, иә, көп жерде. Діннен шығып кетеді, кәпір болып кетеді деген мәселелерді. مثل هذا يحمل على واحد من ثلاثة أمور. Осындай мәселелер үш нәрсенің біреуі болып есептеледі дейді. То есть, жаңағы айтып жатыр ғой, кәпір болып кетеді, діннен шығып кетеді деген нәрсе. Одан что подразумевается деп жатыр, да? Одан не маңызды. Біріншісі, имма ан яхмила аля аннаху юриду мин ман жахада шай'ан мин ақаиди дини асасияти фақад кафар. То есть, күпір болады деген нәрсе ол бұл жерде біріншіден діннің негізіне құралған ақида мәселесін жоққа шығару болу мүмкін. Егер осындай мағынада айтса, ол не? Діннен шығып кетеді. Күпірлік істейді деген сөз. То есть, сахабалардың амалдарынан осындай діннің негізгісін алмай, діннің негізгісі болған фундаменттарын жоққа шығаратын болса, ол не? Діннен шығып кетеді. Осындай вариант бар. Осы вариант. Амалаху руббама адда илал куфри. Немесе осы істеп жатқан амалы, және сол күпірлікке апару мүмкін деген мағынада айтылады. То есть, жаңағы осы нәрсені қабылдамаса күпірлік, кәпір болды деген мағына осындай болу мүмкін. Біріншісі не болу мүмкін дедік? Яғни негіздерін жоққа шығарған болу мүмкін. Екіншісі, немесе істеп жүрген амалы жоққа шығармаса да, бір істеп жүрген амалы көп қайталана беріп, сол күпірлікке алып барған болу мүмкін. Үшінші вероятность не? Има ан юрида аннал мақсуда бихи куфрун дуна куфри.